Отбасы адам баласы үшін ең маңызды әлеуметтік институт. Тәрбие тал бесіктен демекші, жанята көрген тәрбиеден ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйреніп, тұлға ретінде қалыптасып, қоғамның бір бөлшегіне айналады. Отбасы құндылықтарын сақтай отырып, қазақылықты дәріптеп жүрген үлгілі әулеттер аз емес. Осындай өнегелі отбасылардың бірі Әлімжановтар әулеті. Біржан мен Гаухар Алтыбаевтардың биыл отасқандарына 37 жыл. Осы жылдар ішінде 4 бала өсіріп, қазірде 11 немеренің қызығын көріп отыр. Айранда үйіп отырған жанұя мүшелері отбасында бастысы бірін-бірі сыйлап түсіне білу дейді. Басында ең бірінші сүйіспеншілік сезім болу керек. Отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды. Ондай болады. Ну, бірақ та екі ерлі зайыпты бір-біріне кешірімді болу керек деп ойлаймын. Сезімдерін жоғалтпау керек. Бір-біріне деген енді өздері ұнатып, сүйіспеншілікпен қосылғаннан кейін отбасын ұстап тұруға екі ерлінің де, әйелінің де үлкен міндеті тұрады. Отбасының жемісі тәрбиелі ұл мен қызы деп есептейтін жандар отбасындағы тәрбиені ата-ана өзінен бастауы керек деп есептейді. Себебі балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ата-ана қандай бала тәрбиесіне қандай қадам басады, қандай үлгі болады, ойлаймын балалар да сондай тәрбиемен, сондай қадаммен алға басады деп. Балаға тәрбие беру үшін енді мейірімді де болу керек, қатал да болу керек деп ойлаймын енді. Қатал жағына баланың пікірімен келісіп отырып, үлкен кісідей ақылдасып отыру керек деп ойлаймын. Ата-енесінің тәлімін көріп келе жатқан осы әулеттің келіні де қазақи менталитетімізге сай, ибалылық, үлкенді сыйлау, қонақ жайлылық, мейірімділік, жақсыға құштарлықты бойына сіңіре білген. Мен үшін отбасылық құндылығы дегеніміз ол салт дәстүрді ұстана отырып, оны дәріптей білу, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, екі жасының арасындағы сүйіспеншілікті арттыру, сабыр сақтау, бір-бірін сыйлау. Жолдасым екеумізде бір принцип бар. Біз бір командамыз деп ойлаймыз. Командада бір-бірін сатып кету, бір-біріне жаманшылық жасау, ондай мүлдем жоқ. Сондықтан сол бір команда болып, бір отбасы болып, біз әрқайсымыз өз міндетімізді атқарып, ата-анамызға қарап өмір сүріп келеміз. Ең бастысы, мен жолдасымды ерім деп төбеге көтерсем, ол кісі мені өзінің аманаты деп маған жауапкершілікпен қараса, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Отбасы құндылықтарын бойына сіңіріп өскен жанұяның балалары өнегелі тәрбие жолын ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді мақсат етеді. Сол үшін бұл отбасыда қазақы дәстүр мен ата кәсіп сол қалпы сақталған. Біздің айналысып жүрген кәсібіміз ол ағаштан шежірелер жасау. Жеті атасын білген ол, жеті ұлттың қамын жер деген қазақта сөз бар. Әр бала, әр ер азамат өзінің жеті атасын біліп жүру керек деп санаймын. Және де осы біздің жасап жүрген шежіре тақталарымыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, әркім өзінің жеті атасын біліп, әрі қарай жалғасын тапса деген ниетіміз бар. Бақытты отбасы ел болашағының алтын діңгегі, рухани және мәдени дәстүрлердің сақтаушысы, ұрпақтар сабақтастығының жалғастырушысы болып табылады. Отбасылық ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін мерейлі жанұялар саны арта берсін.